күндер сәттілік. Тамаша, орныңызға отыра қояйық. Сыйлаймын ата менен ананы, айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса қайда болсын барамын. Төсекті өзім жинаймын. Бекер қарап тұрмаймын. Ешкім маған тимейді, мен де бәрін сыйлаймын. Отырсаңдар, мына қыран бүркітте биікке самғай деп сабақтарыңызды жақсы оқу үшін осындай бүркітпен сабақтарына жақсы қатысқандар үшін келіп отырамын. Келесі кім айтады? Айри, келіп. Сыйлаймын ата менен ананың, айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса қайда болсын барамын. Төсекте өзім жинаймын, бекер қарап тұрмаймын. Ешкім маған тимейді, мен де бәрін сыйлаймын. Кім жазған екен? Шәміл Мұхамеджанов. Жарайды. Тағын қат шығамыз. Сыйлаймын ата менен ананың, айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса қайда болсын барамын. Төсекте өзім жинаймын, бекер қарап тұрмаймын. Маған ешкім тимейді, мен де бәрін сыйлаймын. Ұлан-Байдар қазақ даласында кіндік қабытанған барлық перзент қасиетті елін сүйеді, туған жерін сүйеді. Отанына деген сүйіспеншілікті осынау қойнап емес, сайын даланы шалғырған қорғап қалған ата-баба ізінен көреміз. Атырау мен Алтайдың арасын жалғап жатқан кең дала ормандылығын, жомарттығын бойына сіңіріп өсіп келеді. Тамырын тереңге, жапырағын кеңге жайған бәйтерек секілді ортақ отан Қазақстанда өсіп өнген барша халық. Менің елім Қазақстан, туған жерім жұмағым, отан анам қазақ елі деп толқиды. Қазақ жерде топырағының нәрін, өзен көлдерінен сыңғырлап аққан бұлағының суын, кеудені мейірімге толтыратын саф ауасын әр перзентіне сыйлауды Отан, отан, сенің ата-анаң, отан, досың, бауырың, отан, өлкен астанаң, отан, аудан, ауылың. Жарайды. Отан, тарих, отан, тіл, жасаған елің, ел халқың, отан, өлең, отан, жыр, көтерген көкке ел даңқын. Кім жазған екен бұл өлеңді? Бүркіт Ысқақов. Бүркіт ата-анамызды айтты. Тағы кімді айтты? Досымызды айтты. Одан бауырымызды айтты, дұрыс айтады. Ауылымызды айтқан, тарихымызды айтқан, тілімізді айтқан. Бұның барлығы не екен? Отан, отбасы. Дұрыс айтады. Отбасы да отан. Яғни біздің отанымыз отбасынан не істеледі екен? Басталады екен. Не болды? Не шықты? Отан. Ал. Кәне. Сан. Қыша қоямыз. Санның қарама қарсы. Жұбы қандай? Жұбы қандай? Сән. Дұрыс айтады. Сән. Келесі қандай дыбыстармен танысып едік? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай болып? Жуан және жіңішке. Жарайды, жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Қазір мына жерден балалар бәрін шыға қояйық. Мына жерде сөздер жазылған, соның есте салып жіберейік. Дайын болғандар бері келеміз. Қандай сөз оқимыз? Қандай сөз? Даусымыз қатты шығарамыз. Қандай? Орман. Жуан дауысы дұрыс қызды ма? Жіңішке дауысы дұрыс қызды ма? Жуан. Қандай жуан деген? Қай жерде? Қоя ғой. Орман дегенде неше? Әріп неше дұрыс бар? Айтыңызшы. Неше әріп неше дұрыс бар? Санаймыз. Неше әріп неше дұрыс бар? Орман. Неше буын? Жарайсың, тамаша. Қандай сөз? Түлкі. Қай сөзге жатады? Жуан, жіңішке? Түлкі деген
Juanға жата ма, жіңішкеге жата ма? Дауыс шығарамыз. Жіңішке. Келіп, қолыңды қой. Ерлан деген жуан ба, жіңішке ма? Және жуанға да жіңішкеге де жата ма? Жуан және жіңішкеге де жатады. Кенжебек. Кенжебек деген жуан, жіңішке және жуан, жіңішкеге де жата ма? Қайсы жатады? Кенжебек. Жіңішке дұрыс айтады асылдар, жіңішкеге жатады. Алишер деген ше? Алишер деген жуанға жатады ма, жіңішке? Және есі бар ішінде, асы бар. Жуанға да жіңішкеге де жатады деген, иә? Ботагөз деген ше? Ботагөз. Сосын жіңішке, жуанға да жіңішкеге жатады екен. Жарайсыздар. Нүктелеу, қандай сөз шықты? Мына жерден. Қандай сөз шықты? Ертаңба. Хат шығарамыз. Жарайсың. Қандай сөз шықты? Дауыс шығарамыз. Ертаңба. Тамаша. Ертаңба. Жарайсың. Қандай сөз шықты? Ертаңба. Қандай сөз шықты? Қандай?